Әжімнің есі ыстық нан мен шайдың есінде. Сол еспен басталатын менің барлық бала күнім. Таң атпай оянып алып біз үшін қам қылатын, өзі шаршап отырса да білдірмейтін еш мұңын. Қазір өстім бірақ әлі сағынғанда көз алдыма сенің жылы жүзің келіп кішкентай қып қояды мені. Кішкентай кезімде қолыңнан қатты ұстап жүретінмін. Сол қолдардың мейірім әлі күнге жүрегімде. Аман бол деп айтқан сөзің ең үлкен дұға сияқты. Өмір қатты соқса дағы сүрінбей келем сол үшінде. Кей адамдар бақ іздейді мына дүниенің бәрінен. Менің бағым сенің бар болғаның қасымда. Түндерде қайтатынсың баяу ғана даусыңмен. Сол ертектер әлі күнге жанымды тыныштандырар. Сенің жаның сондай таза, сондай мейірімге толы. Қасыңа барсам болғаны барлық уайым жоғалар. Уақыт өтіп бара жатыр, біз де өсіп кетіппіз. Бірақ сенің алдыңда мен әлі кішкентай баламын. Сен үйреттің адам болу, ешкімнің көңілін сындырмауды. Жақсылық қыл қайтады деп жиі айтып отыратынсың. Өзің жемей бізге беріп, үнсіз ғана күлімдейтін аналардың мейіріммен де бөлек жан сияқтысың. Кейде өмір шаршатқандар бәрінің қашқым келгенде. Сенің даусың есіме түсіп қайта күле бастаймын. Әже, егер уақыт бір сәт артқа қайтаратын болса, мен тағы да бала болып жаныңда жүрер едім. Шайыңды ішіп тұрып еркелігім ұстап кетсе, сен баяғыдай күліп қарап отырар едің. Өмірде көп адам кездесер кетер, ұмыттылар біргедің. Бірақ әженің мейірімін ешкім алмастыра алмайды.